Және клиентке үй алу үшін жалпы қандай документтер керек болады? Тек қана удостоверение. Тек қана удостоверение. Сосын 18 кәмелеттік жасқа толған болу керек. 18-ден асқан болу керек. Жалпы үй алар кезде жаңағы несіне қарай ма? Кредитіне, айлық табысқа, пенсионный доход деп жатады. Сол біздің басқа жерлерден ерекшелігіміз сондай пенсионныйға, доход справкаға, кредитный историяға қарамаймыз. Түсінікті. Бұл жерде 10 миллионға үй алса, жобамен үстіне қанша қосып қайтарады сонда? 10 миллионға үй алған кезде жобамен 10 жылда егер ол кісі бөліп қайтаратын болса, 1 200 000 қосылады. Бар болған 1 200 000 қосылады. Егер ол кісі 60 айда, яғни 5 жылда қайтаратын болса, онда тек қана 600 000 теңге қосылады. Автопрограммасы қалай жалпы түсіндіріп жіберсеңіз? Автопрограмма бізде 2 бағытта жұмыс жасаймыз. Қазір 3 миллионға дейін беззалоговый машина алуға, ешқандай залогсыз. 3 миллионнан 16 миллионға дейінгі машинаны алатын кісілерге біз залогқа недвижимость аламыз, үй аламыз. 3 миллионнан 16 миллионға дейін сельхозтехника алып жатқан кісілер де бар бізде. Ауыл шаруашылығын дамытуға, трактор, КАМАЗ, автобус, техникалар алып жатқан кісілер бар. Ол машина алатын адамдарға шектеу бар ма? Әлде кейбір көп балалы ата-ана дейді, немесе жалғыз басты ана дейді. Соларға шектеу жоқ па? Жоқ, ондай бізде ондай көмек, ондай льгота деген нәрсе жоқ. Себебі итак басқа жерге қарағанда бізде былай қарағанда 1,5%-ға жетер-жетпес болып тұр үстіндегі көретін ақшасы да. Сондықтан ондай льгота жоқ. Бұл жерде қарастырып. Бірақ ала береді, ала береді, бірақ 18 жасқа толды ма, кәмелеттік жасқа толған кісілердің бәрі ала береді. Сосын жаңа пенсия жасында, мысалы, банковский системада 60 жастан кейін уже ешқандай ипотека, ешқандай кредит берілмейді. А бізде оған шектеу жоқ. Ал міне құрметті көрермендер, Халық қуаты кооперативіне келдік. Қазір біз Свет апамыздан толық мағлұмат алатын боламыз. Апа, енді осы Халық қуаты кооператив жайында кішкене бізге сұхбат беріп, халықтарға түсіндіріп жіберсеңіздер, осы үй алудың тиімділігі жағынан, қашаннан бері ашылды, қанша уақыт болды ашылғанына, кімдер үй алды, қанша адам үй алды осы жайында мысалы. Жалпы соны толықтырып айтып кетсеңіз. Кооператив қашан ашылған еді сіздерде? Бұл кооперативтің ашылғаны жалпы осы жерде 2018 жыл 12 майда ашылды. Қазір 2 жылдан астам уақыттан бері жұмыс жасап жатырмыз. 2 жылдай болды ашылғаны. 2 жылдан асты, кеше майда 2 жыл болды, 12-сінде. Қазір 2 жыл 3 айға кетіп бара жатыр уже. Қазір осы уақытқа дейін бүкіл Қазақстан бойынша 135 адам квартира алды, 12 адам машина алды. Автопрограмма кейін шықты ғой, 1 жыл кейін. Бірінші жыл тек қана үйдің программасымен жұмыс жасадық, екінші жылдан бастап автопрограмма қосылды. Енді Ақтау қаласынан, жалпы Ақтау, Маңғыстау регионынан 30 адам квартира алып отыр. 30 адам Маңғыстаудан. Маңғыстаудан. Қала бойынша 135 адам баспаналы. Бүкіл Қазақстан бойынша 135 адам. Түсінікті. Сосын автопрограммада бар сіздерде, де? Автопрограммада бар. Сосын жақыннан бері қосылған жаңа біздің программа, бұл басқа банктегі кредиттерін сатып аламыз. Рефинансирование деген бағдарлама. Мысалы, ипотечный программа, залоговый кредиттер болса, бізді кооператив арқылы жауып, бізге азғандай процентпен төлеуге мүмкіндік бар. Түсінікті. Сіздер сонда бұл жерде пайызсыз дейді, үй алған кезде, сол қалай пайыз, сол жайында түсіндіріп кетсеңіз? Бұл жерде енді жалпы кооперативтің заңдылығы бойынша Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің заңдылығы бар. Жилищный потребительский кооператив дегенде, сол заңдылық бойынша ешқандай кооператив, ешқандай пайыз қосу мүмкіндігі жоқ. Олар тек қана өзінің қызмет ақысын қоя алады. Мысалы, біздің кооперативтегі қызмет ақысы бастапқы жарына 150 000 теңге. Бастапқы біздің кооперативке счет ашқан кезде бастапқы жарына 150 000 теңге төленеді. Одан кейін первоначальный взнос дейді. Мысалы, 8 миллионға дейін үй алатын болса, үлескер 1 000 000 теңге өзінің жарнасын салу керек. Немесе жайлап, жинақтап толтыруға болады. Егер қазір 1 000 000 теңге жоқ болса да, жинақтауға да болады. Ол программада бар бізде. Сосын 12 миллионға дейін үй алғысы келсе, 1,5 миллион теңге бастапқы жарна. Қанша пайыз сонда? 12 ма? 12,5 пайызға жатыр. Жобамен 12%. Жобамен 12%. Сосын 16 миллионға дейін үй алғысы келсе, 2 миллион теңге жинақтау керек. Сосын максимальный бізде 20 миллионға дейін береді сумма. 20 миллионға ол 5 миллион теңге бастапқы жарнасы болды. 20 миллион үй алу үшін
алғашқы төлем 5 5 миллион миллион болу болу керек. керек, иә. Ал 12 миллионға үй алу үшін миллион жарым болу керек. Сол застапка жарнасын Халық банкіне салғаннан кейін бізге келеді, ол договор ашады. Жаңағы квитанциялар қолында болады, оригиналы, біз тек қана копиясын аламыз. Сосын сол кісіге двухсторонний договор жасалады, екі жақтама кооператив пен халықтың ортасында. Бір данасы халықтың қолында болады, үлескердің қолында, екінші данасы біздің кооперативте архивте сақталады. Очередь келгеннен кейін ол кісі үйін өзі таңдайды. Очередь қанша уақыт күту керек салғанда? Очередь қазір ең бізде қысқа мерзім бір аптаның ішінде, ең жоғарғы мерзім бір жыл 2 айдың ішінде келіп жатыр очередьтер. Бір аптаның ішінде салғанда ақшасын бір аптаның ішінде үйін алып кетуге болады? Алып кетуге болады, клиентке байланысты. Немесе бір жыл күтіп алуға да болады. Немесе ақшасы болмаса алғашқы төлем жинақтап та алуға болады. Жинақтау бағдарламасы арқылы да алуға болады. Сонда үйдің отстоимости, үйдің бағасының жоқ дегенде алғашқы төлем 12% болу керек. 12% болу керек. Былай қарап отырсаңыздар, 12% өте тиімді. Ондай көп жерлерде өзім басым байқаған жоқпын. Сосын банк арқылы жүреді төлем де? Төлем Халық банкі арқылы жүреді. Алдымызда енді біздің қазір басшыларымыз Каспий банкпен де келісімге келіп жатыр. Болашақта Каспий арқылы төлеуге болады. Екі банк болады. Каспийден төлеу болады болашақта. Себебі қазір көп адам үлескерлердің өтініші бойынша Каспий арқылы төлеу ыңғайлы екен көп халыққа запрос жасаған кезде. Сондықтан қазір Каспийді солай неғып жатырмыз. Сосын мына қандай үйлерді сіздер алып бере аласыздар? Жер үй, дом үй, черный вариант? Бізде любой. Черновой варианттардың просто техпаспорты дайын болу керек. Техпаспорты болу керек. Техпаспорт болған кезде ол уверенный боламыз ол адамға. Сосын вторичный рынок дейді ғой, қазіргі сатылып жатқан бұрынғы үйлерді алып бере аламыз. Сосын жер үйлер алып бере аламыз. Жер үйді алып бере аламыз. Қазір даже күні кеше оформление болды. Бейнеу кетінде жер үй 5 миллион 600 теңге. Ауылдық жерлерінде алуға болады. Түсінікті. Ауылдық жерінде алуға болады жер үйді. Ақшұқыр, Тельман, дейтіндер болады. Маңғыстау 3, Маңғыстау 4, Автодром. Қазір Автодромнан бірнеше үй алдық уже. Жақсы. Нема, сонда бұл жер үйдің жылы бар ма, жылына қарай ма? Жылына қарай 70 жылдан төмен болмау керек. Сосын жаңағыдай саманнан жасалмау керек. Кірпіш болу керек. Саманный үйлер болады ғой, саманный, сосын анаудай немен барак үйлер бар. Сондай болмау керек. Ана геофизика деген жерде барак үйлер бар. Біз ондайларға не қылмаймыз. Обязательно кірпіш болу керек. Сосын жаңағыдай несі цемент болу керек. Фундамент цемент болу керек. Фундамент цемент болу керек. Бағалаған кезде сол бағасына сай болу керек. Оценочный компанияның ол несі болады. Стандарты болады. Оценочный компания жіберген кезде олар өздерінің сол стандарты бойынша бағалайды. Түсінікті. Және клиентке үй алу үшін жалпы қандай документтер керек болады? Тек қана удостоверение. Тек қана удостоверение. Сосын 18 кәмелеттік жасқа толған болу керек. 18-ден асқан болу керек. Жалпы үй алар кезде жаңағы несіне қарай ма? Кредитіне, айлық табысқа, пенсионный доход деп жатады. Сол біздің басқа жерлерден ерекшелігіміз сондай пенсионныйға, доход справкаға, кредитный историяға қарамаймыз. Түсінікті. Себебі ол үйін алған кезде алғаш төлем салғандықтан кішкене сеніп соларға алып береді дейсіз. Солай алып береді. Сосын сол кісіге алып берген үйіміз сол клиенттің атында болады. Сосын біз оны жаңағы через сон обременение қоямыз. Уақытша обременение қойып қоямыз. Себебі ана кісі полный ақшасын өтеп болғаннан кейін обременение снимать етіледі, кетіріледі. Түсінікті. Сонда бұлай пайыз бір жағынан да. Бұл жерде 10 миллионға үй алса жобамен үстіне қанша қосып қайтарады сонда? 10 миллионға үй алған кезде жобамен 10 жылда егер ол кісі бөліп қайтаратын болса, 1 200 000 қосылады. Бар болған 1 200 000 қосылады. Егер ол кісі 60 айда, яғни 5 жылда қайтаратын болса, онда тек қана 600 000 теңге қосылады. Түсінікті. 1 200 000 бұл жаңағы алғашқы төлейтін комиссиясы. Мына үлестік жарнаға қосылатын, членский взнос дейді ғой сол. Сонда үлестік жарна алғанда клиент сонда осыған институцияға тіркеле ме, қалай? Бізден договор ашқан кезде біз договордың бір копиясын, оригиналын неге жібереміз ғой, головной офисқа жібереміз. Ақтөбе қаласында юстицияда ол тіркеледі, үлкен неге, базаға тіркеледі. Каждый бізден өткен договор базада тіркеліп тұрады. Сосын әр 5-ші күні біздің басқа жерлердің ерекшелігіміз, әр 5-ші күн бүгін қазір бізде онлайн голосование жүріп жатыр. Мысалы, бүкіл үлескерлердің алдында әр 5-ші күн біз отчет береміз.
Мысалы осы аптада кооперативке түскен ақшаға мынанша кісіге үй алып берілді. Мысалы 5 адамға үй алып берді. Жаңадан 10 адам кірді деген сияқты отчет беріп отырамыз. Түсінікті. Жаңағы клиенттерге. Клиенттерге. Сосын ол отчеттың копиясы юстицияға апарылады. И юстиция оны қарайды да, егер 71% адамдар дауыс жинаған болса, сол кісілерге рұқсат беріледі. Үй беруге, машина беруге рұқсат беріледі. Жаңа адам кіруге рұқсат береді. Керемет. Себебі кооперативте ең маңыздысы үлескерлер. Халық. Иә, сондықтан солардың дауысы, солардың несі, жаңағыдай ойы бізге маңызды. Түсінікті. Үлескер дегенде сонда бұл клиент ақшасын салса, алғаш төлемін. Және үйін алған кезде жылға бөліп берді, ежемесячный платеж. Сол үйді толық төлемей, немесе сол үйді дейтін толық өзінің атына аудармай, сонда кооператив соны жұмыс жасайды да, ешқайда кете алмайды. Кетпейді ешқайда. Қазір енді 135 адамға үй алып беріп отыр ғой. Былай қарағанда кооперативте ешқандай ақша жоқ. Түсті ма, сол ақшаны үлескерлерге бөліп беріп отыр үй алуға. Керемет. Түсінікті. Апта сайын сосын қайтарылған ақшаға тағы келесі аптада үй алып береді. Ал мына автопрограммасы қалай жалпы түсіндіріп жіберсеңіз? Автопрограмма бізде 2 бағытта жұмыс жасаймыз қазір. 3 миллионға дейін беззалоговый машина алуға, ешқандай залогсыз. 3 миллионнан 16 миллионға дейінгі машинаны алатын кісілерге біз залогқа недвижим саламыз, үй аламыз. 3 миллионнан 16 миллионға дейін машина алатын болса, залогқа бір зат қою керек. Бір зат қою керек, үйін қою керек, немесе жаңағыдай жер үй, этаж үй деген сияқты. Ал 1 миллионнан 3 миллионға дейін алса, ешқандай залогсыз ала берсе болады. 3 миллионнан 16 миллионға дейін сельхозтехника алып жатқан кісілер де бар бізде. Мысалы ауыл шаруашылығын дамытуға, трактор, КАМАЗ, автобус, техникалар алып жатқан кісілер бар. Ол машинаның жылдарына қарай ма? Машинаның жылы 2007 жылдан төмен болмау керек. 2007-тен төмен болмау керек. Болмау керек. Қазақстан учет, Қазақстанский учет болу керек. Обязательно Қазақстан болу керек. Міндетті түрде. Российский учет, Армения оны алып береміз. Армения, Россия болмайды. Сосын ненің Китайдың машинасы, Өзбекстанның машинасын алып бере алмаймыз. Себебі олардың жағдайына байланысты. Біздің барынша качественный машина алған қалаймыз клиенттеріміз. Дұрыс, оларды алып отқасын, үлкен ақша качественный машинасын қарайды. Түсінікті. Жылы 2007-тен жоғары болу керек. Ол жерде де пайызсыз бола ма, қалай болады екен? Иә, пайызсыз болады, бірақ жаңа қызмет ақысы мысалы бізде былай ғой, 10 миллионға дейін үй алатын болса, қызмет ақымыз 10 мың теңге. Ол стандартты түрде да. Иә, сосын 10 миллионнан 20 миллионға дейін үй алатын болса, онда 15 мың теңге. Осылай стандарт басынан қойып қойған, өзгермей келеді. Қызметтік ақысы. Машинада да сондай. 3 миллионға дейін машина алса да, 16 миллионға машина алса да, 10 мың теңге үстінде қызмет ақысы қойылады. Соны төлейді. Сонда 45 айға бөлетін болса, әр айға 10 мың теңге қосылатын болса, 450 мың теңге қосып төлейді. 3 миллионды 3 миллион 450 болып қайтарады кооперативке. Өте жақсы, тиімді былай қарасаңыздар, негізі көлік алатын деген адамдар болса. Жалпы кооперативтің үй алған кезде, мысалға, үйге оценка жасалынады. Оценка жасалады, иә. Соларға нелерге комиссия төлеу керек бола ма, или ол жағы? Ол енді оценочный компанияның өздерінің қызмет ақысы қазір 7 мыңнан 10 мыңға дейін олардың қызмет ақысы. Оларды да сол банкке төлейді, сөйтіп барып оценка жасата алады ғой. Қалғаны жаңағыдай келесі күн нотариуске барған кезде нотариустың қызмет ақысы олар бөлек болады. Түсінікті. Жалпы алатын адамдарға шектеу бар ма? Әлде кейбір көп балалы ата-ана дейді, немесе жалғыз басты ана дейді, соларға шектеу жоқ па? Жоқ, ондай бізде ондай көмек, ондай льгота деген нәрсе жоқ. Себебі и так басқа жерге қарағанда бізде былай қарағанда 1,5%-ға жетер-жетпес болып тұр, үстіндегі көретін ақшасы да. Сондықтан ондай льгота жоқ бұл жерде қарастырылған. Бірақ ала береді, ала береді, бірақ 18 жасқа толды ма, кәмелеттік жасқа толған кісілердің бәрі ала береді. Сосын жаңа пенсия жасында, мысалы, банковский системада 60 жастан кейін уже ешқандай ипотека, ешқандай кредит берілмейді. Бізде оған шектеу жоқ. Мысалы, клиент 65 жасқа толған болса, біз қасына мұрагер әкелеміз. Мысалы, баласы, немересін мұрагер қылып қоямыз да, ол кісіге де договор аша береміз. Ақшаларын жинап алуға несі бар, мүмкіндігі бар. Түсінікті. Міне енді құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп отқандай осы халық қуаты кооперативі қысқаша түсіндіргенде 2 жылдай уақыт болған, 150 адам баспаналы болған.
үй алу үшін жаңағыдай айлық табысқа, кредитный история, пенсионный доход, онда еш нәрсе қарамайды, себебі сіз алғаш төлем салғандықтан қарамайды екен. Сосын бұл жердің тағы бір ерекшелігі, басқаларына қарағанда бұл жерде үйді тез ақшасын салып, бір аптаның ішінде, немесе 10 күн, бір айдың ішінде тездетіп үйді алып кетуге болады. Немесе өзіңіздің жеке отчетіңізді күтіп, бір жылдың ішінде үйіңізді алсаңыз да болады. Автопрограммада тоже ол да дәл осылай, ешқандай артықшылық жоқ. Тек қана жеке куәлігіңізбен келіп алсаңыз болады үйді. Енді толық ақпарат алғыларыңыз келсе, осы видеоның астына номерді қоям, барлық адресті қоям. Бұл Ақтау қаласы 28 микрорайон, қандай здание? 65 зданияға келсеңіздер, яғни жерде Ақбөкен бизнес орталығы бар, соған напротив қарама-қарсы тұрған. Сол зданияда 3-ші этажда 302-ші кабинетке келіп, немесе осы астында номерге хабарласыңыздар, біз сізге толық қай жерге бару керек, бәрін айтатын боламыз. Ендеше әр қазағым баспаналы болсын, барлығыңызға сәттілік тілеймін.